Hi everyone, welcome to my channel. My name is Umit. Сәлем достар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл жаңа ұғым ағылшын тілі бірінші кітабының екінші сабағының сөздері. Енді бүгінгі сабағымызда екінші сабақта қандай сөздер кезігетінін көретін боламыз. Пән. Пән бәрімізге белгілі қалам деп айтады. Пән. Пән. Мынау әб оқылады. Пән. 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 Pencil. Pencil. Қарындаш. Pencil. Pencil. Қарындаш. Book. 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 Кітап. Ағылшын тілінде екі о әріпі у. Екі о әріпі у болып оқылады. Book. Book. Байқамасаңыз, боқ деп оқып алмаңыз. Book. Book. Watch. Watch. Watch дегеніміз қол сағат. Әдеттегі қол сағаттарды watch деп айтамыз. Watch. Watch. Coat. Coat. Coat дегеніміз сырт киім. Яғни шапан, сыртқа жамылатын куртка, соларды coat деп айтамыз. Міне қайталап берем. Coat. 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 Қайта оқып алмаңыз. Coat. Coat. Dress. Dress. Ағылшын тілінде D-R әріптері бірге келсе, жарғанаттағы J әріпі болып дыбысталады. Dress. 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 Көйлек. Бұл қандай көйлек дегенде жалғамалы ғой. Басынан аяғына дейін бірақ бір тұтас. Қайтеді? Басынан аяғына дейін киеді, бір тұтас. Көйлектерді dress дейді. Dress. Dress. Skirt. Skirt. Skirt дегеніміз юбка дейді екен. Немесе белдемше көйлек. Қазақшасы белдемше көйлек. Skirt. Не үшін бойжеткендер, қыз балалар скырт кигенді жақтыртады? Себебі скырт қайтеді? Ысқыртады. Басқаларды ысқырту үшін. Скырт. Скырт. Егер көшеде көйлек киген біреуді көрсеңдер қайтесіңдер? Ысқырасыңдар. Сондықтан содан келіп шыққан. Скырт. Скырт. Енді бұл оңай жатталу үшін айтылған сөз. Скырт. Біреуді ысқыртам десең, скырт киіп ал. Скырт. Скырт. Shirt. Shirt. Shirt дегеніміз ұл балалардың жағалы жейдесі. Shirt, яғни костюмның ішінен киетін жағалы жейдені shirt дейді. Енді бұны есте сақтау үшін shirt түкірініп қайда бара жатсың деп айтады. Яғни әдемі киініп алып, сақадай сай болып алып кетіп бара жатса, shirt түкіріп қайда кетіп бара жатсың дегендегі сондағы shirt. 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 Car. 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 Бұл кішкентай көліктерге айтылады. Кішкентай машинелерге car. Car деп жалпы атауы. Кішкене машинелердің жалпы атауын осылай айтамыз. Car. Car. House. 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 House деген үй. Енді сабағымызды қайталайық. House. House. Car. Car. Shirt. Shirt. Skirt. Skirt. Dress. Dress. Coat. Coat. Watch. Watch. Book. Book. Pencil. Pencil. Pen. Pen. Pen, қалам. Pencil, қарындаш. Book, кітап. Watch, қол сағат. Coat, сырт киім, шапан. Dress, көйлек. Skirt, рубашка, белдемше көйлек. Shirt, жағалы жейде. Shirt. Car, көлік, машина. House. House, үй. House. House, car, shirt,
skirt, dress, coat, watch, book, pencil, pen. Енді сабағымызда, екінші сабағымызда осы сөздерді көбірек жаттаңыздар, көбірек оқыңыздар. Енді жаңа сөзді үйренудің бірден бір тәсілі, сол сөзді көбірек оқу. Тез оқыңыз. Pen, pencil, book, watch, coat, dress, skirt, shirt, car, house. Егер өстіп оқи алсаңыз, бүгінгі сабағымызды игерген боласыз. Келесі сабағымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыз.